Сәлем достар, мен бүгін сіздерге үй жағдайында сырды қажет етпейтін, үйдегі бар заттармен жасалатын пиццаның рецептін ұсынамын. Қамыры өте жылдам дайындалатын және өте жұқа, жегенде өте дәмді болатын пиццаның рецептін қабыл алыңыздар. Видеоның соңына дейін қарап, подписация бөлімін басыңыздар. Алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды, сүтімізді, сұйық майымызды, тұзымызды, қопсытқыш және 9% сірке суын қосып жақсылап араластырамыз. Осы массаның үстіне ұнымызды қосып, жұмсақ қолға жабысатындай қамыр илейміз. Міне, менің қамырым осындай қолға жабысатындай болды. Енді осыны бетін жауып 10 минутқа тындырып қоямыз. Оған дейін біз бетіне жағатын заправкасын дайындаймыз. Мен майонез, томат пастасы және соя тұздығын қосып, осындай заправка дайындап алдым. Сіздер өздеріңіз үйдегі заттармен жасасаңыздар болады. Және мен бетіне осындай фаршқа сәл ғана тұз бен бұрышты қосып араластырып алдым. Тек фарштан ғана жасалмай, менің оның үстіне осындай помидорды ұсақтап турап алдым. Сіздер өздеріңіз қалауларыңызша шұжық қосуларыңызға болады, қияр қосуларыңызға болады. Менде өзім үйдегі бар затпен жасалған. Міне осындай помидорымыз осылай туралды. Енді жаңағы қамырымызды алып, кішкене ұн сеуіп, екіге бөліп домалақтап аламыз. Міне біздің қамырымыз осындай болды. Енді қамырымызды оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Сіздердің қамырларыңыз өте жұқа болып шығады, одан қорықпаңыздар. Жұқа болғанымен біздің қамырымыз жұмсақ болады. Міне осындай жайылған қамырды енді алақанымыздың екі жағымен осылай әрі-бері аунатып, шет-шеттері қалың болған шеттерді жұқалап аламыз. Пергамент төселген тапамызға қамырымызды салып, жаңағы дайындалған заправкамызды бетіне жағып шығамыз. Сіздер кетчуп жақсаңыздар да болады. Болмаса томат пастасы мен майонездің өзін араластырсаңыздар да болады. Енді ол өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасалады. Және осыны жағып болғаннан кейін қамырымыз көтеріліп кетпеу үшін оны шанышқының көмегімен тесіп шығамыз. Дәл осылай менікіндей жасасаңыздар, сіздердің пиццаларыңыз мінсіз болып шығатынына мен сенімдімін. Міне осылай тесіп шықтық, енді бетіне фаршымызды орналастырамыз. Міне қыздар, осылай орналастырып алдық. Енді осының бетіне ұсақтап төртпішті етіп туралған помидорымызды салып шығамыз. Міне енді бізде сыр жоқ болғандықтан мен екі жұмыртқаға сәл ғана тұз салып, араластырып, әбден бетіне құйып шықтым. Сырдан кем болмайды қыздар, қорықпаңыздар. Міне менің пиццам осындай болды, қызып тұрған пешке салып пісіріп аламыз. Қыздар, міне менің пиццам дайын, сырды қажет етпейтін, барлық заттар үйден табылатын осындай пиццаның рецептін ұсынып отырмын. Сіздер де дәл осылай жасасаңыздар мінсіз болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, подписация бөлімін бассаңыздар болғаны.